Абай Құнанбайұлы 11-ші қара сөз. Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып тағы да байимын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса, мен соған керек боламын деп, қыздырып алып, өзін бір аз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық менің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағыммен сойылыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры, бұзақы жоғалса жұртқа ойда түсер еді, шаруа да қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа тілеуге кірсер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлік іске ортақ. Мұны кім түсейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да оңай болар еді, бірақ осы бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тыяды? Абай Кунанбаев. Слова назидания. Слово 11. Чем промышляет, как живет народ? Есть два средства. Одно из них воровство. Вор надеется разжиться краденым. Бай думает умножить свои стада, вернув похищенные с лихвой. Власть имущий, обещая баю сыскать и возвратить пропажу, а вору избежать правосудия, обирает обоих. Обыватель плутует, донося на вора властям, в то же время оказывая ему мелкие услуги, искупая у него ворованные по дешевке. И другое, мошенники надоумливают людей на хитрости, о которых они и не помышляют, подстрекают: сделай так, и станешь знатным. Сделай эдак, добудешь несметное богатство, обретешь славу неуязвимого, устрашишь недругов. Разжигая нездоровые страсти, натравливая людей друг на друга, надеется сгодиться кому-нибудь из них, на том и греет руки. Так и живут вельможные, помогая баю и пособляя вору, бедняк, подыгрывая власть имущим, поддерживая их в спорах, примыкая то к одной, то к другой партии. За здорово живешь, поступаясь собственной честью, продавая жену, детей, сородичей. Не будь вора и мошенника, задумался бы народ, он бы и рад трудиться честно, тянуться к добру и знаниям, когда бы бай довольствовался тем, что имеет, а бедняк, не теряя надежды и веры, добивался бы того, чего ему не хватает. Простой люд невольно посредничает в грязных делах, кому под силу искоренить сие зло? Неужели канут в забвение понятия чести и клятвы, верности и совести? Нашлась бы сила, способная укротить вора, но кто и каким путем образумит бая из алчности, потакающего лукавым наущением мошенника?